Сәлем балақай. Бүгінгі күнің қалай өтті? Жақсы. Мен көп созбай ертегімді бастайын. Бүгінгі ертегіміз үйшік деп аталады. Баяғы заманда бір орманда кішкентай үйшік болыпты. Ол үйшік бос тұрған екен. Бір күні тышқан келе жатып, үйшікті көріп, «Мына үйшіктің ішінде кім бар екен?» деп шиқылдапты. Ешкім жауап бермеген соң, тышқан, «Бұнда ешкім тұрмайтын болса, мен осы үйде тұрамын» деп үйдің ішіне кіріп тұра бастайды. Көп ұзамай қоян жүгіріп келеді. «Үйшіктің ішінде кім бар екен?» «Мен тышқан бармын, ал сен кімсің?» деп тышқан жауап беріпті. «Мен қоян, мені де кіргізші». «Жарайды, кел, бірге тұрайық», дейді тышқан. Сөйтіп, қоян мен тышқан екеуі бірге өмір сүріп жатады. Олар неге үйшік істеп жүр екен? Себебі қыс мезгілі түсе бастады. Күн суытқан соң, олар өздеріне жылу болатын пана іздеп жүр екен. Ал бұдан кейін үйшікке тағы кімдер келеді екен? Ары қарай ертегі тыңда. Тышқан мен қоян екеуі бірге тұрып жатады. Бір күні түлкі жүгіріп келеді. «Мына үйшікте кім бар екен?» «Мен тышқан, мен қоян, ал сен кімсің?» «Мен түлкі, мені де кіргізіңдерші», дейді түлкі. Тышқан мен қоян ойлана келе, «Кел, бірге тұрайық», деп түлкіні де кіргізіпті. Біраздан соң қасқыр келеді. «Мына үйшікте кім бар?» «Мен тышқан, мен қоян, мен түлкі», деп үйдегі үшеуі жауап береді. «Ал сен кімсің?» «Мен қасқыр, мен де сендермен бірге тұрайыншы». «Кел, бірге тұрайық», деп олар қасқырды да үйге кіргізеді. Сөйтіп, төртеуі тату-тәтті бірге өмір сүріп жатады. Бір күні үйдің жанына қорбаңдап аю келеді. Ол үлкен денесімен гүрілдеп, «Үйшіктің ішінде кім бар?» «Біз бармыз. Тышқан, қоян, түлкі және қасқыр. Ал сен кімсің?» «Мен аю, мені де кіргізіңдер», дейді. «Үйшік кішкентай, сыймай қаламыз», дейді аңдар. «Ештеңе етпейді», деп аю қорбаңдап үйге кірмек болғанда, үй қирап қалады. Аңдар болса аң-таң, бәрі сөйтіп далада қалады. Бірақ аю болса: «Қап, мен үйді сындырып қойдым. Енді мен сендерге жаңа үлкен үй салып беремін», дейді. Осы кезде олар барлығы бір кісідей бірігіп, үлкен, мықты, жаңа үй салып алған екен. Содан бері олар барлығы бір үйдің ішінде тату-тәтті өмір сүріп жатқан көрінеді. Ертегім саған ұнады ма? Бұл ертегіден қандай қорытынды шығарамыз? Бұл ертегі балақай достық, татулық және бір-біріне көмектесудің маңызын үйретеді. Әуелде аңдар барлығы өздері жеке-жеке келгенімен, бәрі бірге тұрып, бірлікпен үлкен үй салып, тату-тәтті өмір сүруді үйренеді. Бұл ертегі бізге ынтымақ пен мейірімділіктің күшін көрсетеді. Жақсы балақай, мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Сау бол.